сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен пиязымызды алып, полукольца етіп, жұқалап турап аламыз. Және де қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз қызарғанша сәбізімізді үккіштен өткізіп, дайындап қоямыз. Міне пиязымыз да дайын болды. Бұны алып, келесі кезекте сәбізімізді қуырамыз. Жеке-жеке қуырып аласыздар. Біздің келесі қоспамыз тұздалған қияр. Қиярды көлеміне қарай қосыңыздар. Егер майда болса, 3-4 қоссаңыздар болады. Ал үлкенірек болса, 2 қияр жеткілікті. Мінеки дайын болған қоспаларымызды ыдысқа араластыруға дайындаймыз. Қиярымызды да саламыз. Келесі кезекте біз етімізді соломка етіп турап аламыз. Бұл бізде сиыр еті. Соломка етіп турайсыздар. Өте жұмсақ піскен. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тойымды әрі дәмді салат. Егер менің каналымдағы видеолар сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне салатымыздың барлық қоспалары дайын болды. Келесі кезекте 2 чеснокты алып, салатымызға қосамыз. Дәміне қарай тұз және де қара бұрыш саламыз. Міне соңғы этапқа да келіп қалдық. Ендігі кезекте салатымызды араластырып, дастарханға ұсынуға дайын. Маған 2 ас қасық майонез жеткілікті болды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша майонезді көбейтіп салсаңыздар да болады. Қыздар, мінеки салатымызды дайын болды. Өте дәмді, тойымды салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жаңа жылдық дастарханға қойсаңыздар, өте керемет вариант. Алда келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын.